Армысыздар достар, сіздермен тағы да Versus Академиясының сұрақ-жауап айдары. Бүгін мен тағы да өзіме ең жақын сұрақтардың бірін арнайы жауап бергім отыр. Бұл спорт саласына қатысты. Бауыржан Батырбек деген бауырымыз былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, менің спортқа деген талантым бар. Бірақ мен спортты мақсатым қылғым келмейді. Яғни спортты соңына дейін қуып, өмірімнің барлық уақытын спортқа жұмсағым келмейді. Осы талантымды қалай бизнеске айналдыруға болады? Мен үшін сіздің жауабыңыз өте маңызды дейді. Жасым 19-да. Ал жақсы, онда Батырбек бауырымыздың сұрағына жауап берейін. Жалпы мен өзім ең алғашқы бизнесімді спорт саласында ашқам. Және өзім спортқа жақын болған екен, Батырбек бауырымыз сияқты бір нәрсені сүйіп істеген екен, мен осы сұрақ өзіме жақын болып саналды. Сондықтан мен жауап беруге шешім қабылдадым. Ал спорт саласымен қалай бизнес жасауға болады? Айталық, бізде Қазақстанда өте көп спортпен, былай айтқан кезде өте көп айналысып, неше жыл бойы спортқа арнап, тәжірибе жинап, сол салада бір үлкен жетістіктері бар азаматтар, соны қалай бизнеске айналдырсам деген сұрақтар болады. Әрине өте қызық сұрақ. Ол сұрақ менде де кезінде болған. Сол себепті мен Барракуда деген бокс клубты ашып, оны дамытып, бірнеше бокс қылдық, біраз дамытып, біраз жерге дейін бардық. Ал енді мен сіздерге не кеңес берем? Әрине, егер сіз спорт саласына қызығатын болсаңыз, спорт саласында үлкен бір жетістікке жеткіңіз келсе, немесе Батырбек бауырымыз сияқты оны қалай бизнеске айналдырам деп ойласаңыз, онда сізге былай кеңес берер едім. Ең алдымен сол саланы жақсылап зерттеңіз. Ол бірнеше сіздің ол кезде, мысалы, зерттеген жағдайда сізде бірнеше нұсқа болады. Ең бірінші, сіз сол салада егер жақсы меңгеріп алған болсаңыз, сізге бірінші жаттықтырушы болуға болады. Жаттықтырушы болып та жақсы ақша табуға болады. Екіншісі, сіз өз спорт клубыңызды ашсаңыз болады. Немесе үшіншісі, сіз сол спорт клубты ашу бойынша кеңесші ретінде үлкен маман болсаңыз болады. Ол қалай? Мысалы, мен өзім кішкентай кезімнен боксқа қызықтым, бірақ өкінішке орай кішкене ол қауіпті спорт болғандықтан ата-анам мен оны рұқсат бермеді ол спортпен айналысуға. Сондықтан біраз жылдан бері менің арманым болғандықтан, мен үлкен болған екен, универ бітіріп біраз жұмыс жасап алған екен, өз бокс клубымды неге ашпасқа деген сұрақ қойдым. Себебі өзіме қызық, өзім бизнесті жүргізуге деген ең басты қалауым бар. Сондықтан достар, егер сіздер спортқа қызығатын болсаңыздар, оны бизнеске айналдыруға болады. Жақсылап сол салада, егер әрине, мен егер бокс саласынан бір чемпион болғанымда, менің бизнесім өте жылдам дамитын еді. Бірақ өкінішке орай менде ондай нелер болмағандықтан, жетістіктер болмағандықтан, мен өзім нөлден бастап арнайы жаттықтырушылар жұмысқа алып, соны бизнес процесс ретінде қарастырдым. Ал егер сен өзің сол салада спортсмен болсаң, үлкен жетістіктерің болса, онда сені кәдімгідей үлкен жаңағыдай атыңды шығарғызып, осы салада жетістікке жеткен, осындай жаңағыдай жеңістері бар деп, онда сізге жарнама жасау өте оңай болады. Солардың бірі Нұрадин Садықов деген дос балам бар, карате саласында жасөспірімдер арасында чемпион болған, біраз жыл осы карате федерациясында жұмыс істеп жүрген бауырымыз, қазір ұлттық арнада үлкен реалити шоу түсіріп жатыр. Сол да сөйтіп ең алғаш келген кезде Мейірбек, менің мынандай өзім каратеге өте қатты қызығам. Бірақ кезінде бизнеске айналысқам, бірақ сондықтан байланысты қазір осы өзім хоббиімді, сүйікті ісімді қалай бизнеске айналдырам деп сұрақ қойған болатын. Сол кезде ол жігітке де неге карате мектебін ашпайсың? Сен өзің каратеден үлкен жеңістерің бар, үлкен жетістіктерің бар. Соны неге бизнеске айналдырмайсың деп өзінің Мейбукан деген карате мектебін ашып, Аллаға шүкір үлкен жетістіктерге жеткен. Сондықтан сізде егер өз мүмкіндігіңізді пайдаланғыңыз келсе, өз қабілетіңізді ақша айналдырғыңыз келсе, ең алдымен айналысып жатқан спортыңызды ойланып көріңіз. Қалай мен сол салада спорт клуб ашсам болады? Немесе мен қай сол салада ең болмағанда спорт тауарларды қалай интернет дүкен арқылы сатсам болады деген сияқты. Бұлай қарап отырсаң өте идеялар көп. Бірақ оны жүзеге асыру ең бірінші өзіңізге байланысты, өзіңізді дамытыңыз. Көптеген жаңағы қалай жарнама жасау керек үйреніңіз, маркетингті үйреніңіз, меңгеріңіз. Содан кейін бизнестің алғы шарттарда ұзақ болмайды, бастап кетсеңіз болады. Сондықтан достар, негізінен жауап осындай. Кез келген салада өз бизнесті ашуға болады. Ал бірақ 19 жастағы бауырма ең соңында айтарым, әлі асықпаңыз бизнес жасауға. Сіз ең бірінші осы спорт саласын терең зерттеңіз. Спорт саласында ең болмағанда кішігірім болсын, кішкентай балаларға жаттықтырушы болып істеп көріңіз. Үлкен бір университетке түсіп, жаттықтырушы деген атақ немесе алыңыз. Сол кезде сізге өте оңай болар еді. Әрине, ол бір жол ғана. Немесе жай ғана спорт клуб ашып, оны дамыта берсеңіз де болады. Сондықтан достар, сіздерден тағы қызықты сұрақтар күтемін. Әрқашан жауап беруге дайынбыз. Ал келесі айдарда, сұрақ-жауап айдарына кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.